Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге Санныс қаласындағы Киви атты тағам супермаркетіне барып, қазақ отбасы ретінде біз жұма сайын қандай азық-түлік аламыз, соны көрсетемін. Норвегиядағы баға, қандай өнім тиімді, бәрін бірге қарайық. Қалыптасқан әдет бойынша азық-түлік дүкеніне жиналар алдында біз тек қайта қолданылатын сөмкелерімізді ғана емес, сонымен қатар газдалған судан босаған пластик шөлмектерді, түрлі қаңылтыр банкілерді пант автоматына тапсыруға және қуаты таусылған батареяларды осындай дүкендерде орналасқан арнайы жәшіктерге әкеліп саламыз. Осылайша табиғатты аялауға атсалысамыз. Тағы бір қызығы, Норвегияда бос бөтелкелер мен банкілерді пант автоматына тапсырсаңыз, ол үшін ақша қайтарып аласыз. Норвегияда азық-түлік бағасы жоғары болса да, дұрыс таңдасаңыз, бюджетке сай сатып алуға болады. Мысалы, осы Киви дүкені біз Норвегияда 10 жыл бұрын тұрғанда барып үйренген дүкеніміз еді. 10 жылдан кейін Норвегияға қайтып оралған кезде, қайтадан осы үйреншікті дүкенімізге келіп, керек жарақтың барлығын аламыз. Норвегияда өсірілген жаңа піскен алмалар небәрі 32,90 крон. Біз алатын қара жидек 9,90 тұрады. Банандар 23,80 крон. Жергілікті қияр, мынандай пластик қаптамада, мынандай норвег жалауы бар. Ол агурк деп аталады, мына 26,80. Сәбіз, мынандай сәбіз. Ол 24,90 тұрады. Мынандай картоп 19,90 килограммын. Мындай салат жапырақтары, салатқа қосатын. Айсберг 24,80. Мынандай жүзім 6,90. Мындай киви бір данасы 11,90 тұрады. Мындай жүгері ол 46,90. Нан болса әнде болады деп, нандардың түр-түрі бар. Біздер нандай нан түрін алып жатырмыз. Қазір оны кесеміз. Кесетін арнайы кескішті көрсетеміз. Бұның хақы 39,90. Тапсырған бутылканы. Тапсырған бутылканың ақшалары дейді. Мынандай арнайы машина бар. Осыған адамдар нандарын кесіп алып кетеді. Мынандай қалдық нандарды, мындай түрлі қалған олар дейді. Енді біреулері құстарға береді дейді. Үй жануарларына береді дейді. Бірақ біз білмейміз, міне қалай салынады. Кескілерді. Жинап кетеміз артымызды, бірақ ол енді бізді дейін болған нәрсе. Сонда да обал болмасын деп, жерге түсіп қалмасын деп, енді салып қоямыз. Бір керемет машинка, қараңыздар. Мынандай багет 16,90. Жоқ, сыр алдық
балық алдық алдында. Тек сіздерге мындай біздер мысалға ірімшік аламыз. Мындай өзімізге жеуге. Мұның қақы оригинал 99 крон тұрады. Килограммына 99 крон. Дәмді ірімшік аламыз. Сосын жолдасы мынандай балық уылдырығын алады. Өте керемет. Норвегтікі. Жұмыртқаға жағып жеуге. Бұның қақы 37,90. Жұмыртқа. Ішінде 12 данасы бар. Қақы. Сүт өнімдері түрлі. Бізде енді айран бар. Сүт аламыз, қаймақ аламыз. Мысалға мынандай қаймақ аламыз. Қаймақ көп жейміз. Қаймақты көп жейміз. Оның қақы 19,90. Сосын сүт керек бола. Сүттің мынандай түрін аламыз. 1%-тік майлығы. Оның қақы 20-50 крон. Қазір алмаймыз, бірақ дегенмен көрсете кетейін. Мындай айран түрін аламыз біздер. Мынандай айран, йогурт түрі 29. Сондай, ондай болмаса, онда мына жерде мына кефир деген 29,90. Мынандай кефир. Мында түрлі специялар. Я тұздың екеуін алайық. Мынандай тұз 1 килограмм. 13,90. Шемекі майлары. Біздер көбіне мындайын аламыз. 37,90. Алдық осы жақында. Бұла оливковый біткен сияқты. Бар ма? Бұндай кетчупты айта салайын. 28,90. Бұл жерде түрлі тәттілер. Тосаттар. Күніне біреу жейді. 66,40. Сосын мынандай балық бітті болады. Мынандай балықтан. Осы екеуі 19,60. Мындай пішіне алып отыр жолдасым. Түрлісінен. Олардың бағалары әртүрлі енді. 35-те 40, 25-те 90, сосын 33-те 90. Сосын мынандай балық таяқшаларын аламыз. Ол қанша екен? Кескепиннер фендус біреуі 16,40 сияқты. Біреу алам ғой, Мынандай балық аламыз, қызыл балық. Ол 77,90. Қазір бірақ алмаймыз, себебі осы жақында алып кеттік. Мына жерде кір жуатын порошоктарымыз. Көбіне мына брендтен аламыз. Біреу ала салайық. Ол қақы 59,90. Иіс шығармайды. Иісі мүлдем жоқ. Жуылған киімдердің иісі болмайды. Біреуге мысалға иісімен жаратса, біреулер иіссіз болған жақсы ұнатады ғой. Сол маған иіссіз болған ұнайды. Мындай клюкваны аламыз біздер. Мына 39,90. Бұл клюква не үшін қажет десеңіздер, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Айтамын мен, не үшін екендігін.
Норвег супермаркеттері мына осындай біз келетін өзіміз үйренген супермаркеттеріміз осындай. Түрлі мына жерде құймақ, түрлі печеньелер істейтін арнайы ұндары бар. Нандет. Тортилья. Мынандай лавашнан. Орама. Ол деген 11.90 тұрады. Бұл деген брюнос деген осы норвегтердің ұлттық карамель ірімшіктері. Ол 26.90. Мейрамға байланысты келе жатқан. Мына жерде түрлі елдерден келген өнімдер бар. Біздер осы жерден поляк ұлтының мынандай ащы қиярларын аламыз. Оның қақы 51.90. Өте дәмді қатырлаған кішкентай қиярлар. Мынандай түрлі шимеклер. Квашеный капусталар, күріштер. Біз мынандай демалыс күні дайындайтын құймақтың арнайы ұнын аламыз. Ол 43.80. Міне, арбамыз толды. Бұлдасы мынандай фасоль алады. Ол 9.90 тұрады. Мына жерде туған күндерге арналған арнайы бөлімше. Мына жерде балмұздақтардың түрі. Газ балмұздақ алмай-ақ қоятын ба біз бұл? Алатын су, газ су мынандай. Оның қақы 14.90, бірақ қазір алмаймыз. Мынандай жаңа қаламыз. Қаншадан? Өте дәмді. 22.90. Мына жерде түрлі су сабындар, тіс жуатын пасталар, щеткалар түрлі-түрлі. Мына жақта жаңғақ, түрлі чипсы бөлімі. Сосын біздер мынандай құйылмалы сабын аламыз. DAF 37.90 тұрады. Мынандай. Аз керек нәрсе. Иә. Онсыз болмайды. Тоғызда қырық тұрады. Норвегтердің ұлттық Freya компаниясының біздерге рахат сияқты кәмпиттері бар. Мынандай тролль деген фильмдері шықты, қызық. Енді тролль 2 деген келе жатыр дейді. Осыны жарнамалап, осы компания түсіріп жатыр. Ал, болдық па? Мына қараңыздар. Бір арба. Енді кассаға қарай беттедік. Барлығын алып болдық. Ана жерде. Басқа да адамдар пант машинасына әкеліп бөтелкелерін тапсырып жатыр. Бұлдасын гүлтаңда деп жатыр. Өзімізге үйге ала салатын мынандай суға қоюға. Күшті әдемілері бар екен. 149, 199. 199-дікін алайын. Қалай күшті, е? Не? 3 сумка қылтып алып бара жатырмыз. Барлығына қанша шықты болар?
1700 бір нәрсе. 1700-дің үстінде крон шыққан екен. Осылай бір дүкенге барып келу, осылай жұмасынан бір рет осылай алып тұрамыз. Мына манағы квант машиналары. Клюква табиғи антибиотик болып табылады. Оны әсіресе балалар ауырған кезде морс қып қайнатып берген жөн. Иммунитетті көтереді.